Сәлеметсіңдер ме оқушылар, бүгін бізде 88-ші сабақ біздің ғажайып түсіміз. Бүгінгі сабақта сен сөйлеу барысында нақыл сөздерді пайдалануды, кейіпкердің көңіл күйінің өзгеруін мәтіннен тауып оқуды үйренетін боласың. Құрастыр. Сурет бойынша әңгіме құрап айтыңдар. Қазақтың ауыз әдебиетіндегі жеңіл әзілге құрылған өмірдегі күлкілі оқиғаларды бейнелейтін шығармалар кездеседі. Мысалы, өткен сыныптарда Қожанасыр, Алдаркөсе туралы аңыз-әңгімелерді, Әубәкіров, Смаханұлының шығармаларын оқыдың. Бестік баға туралы түс өлеңінің жеңіл әзіл аңғарылады. Сурет бойынша әңгіме. Қыз ұйықтап жатып түсінде тек қана бестік бағалар алғанын көретін. Ол бір уақытта түс көріп ұйықтап жатқан кезінде оның түсінде бестік бағалар аспаннан жауады. Сол кезде бестік бағалардың барлығы қызды орап алады да оған бір күш бергендей болады. Солай қыз түсінде сондай бір керемет, таңғажайып ерекше түсті көреді. Оқы. Екінші тапсырма. Өлеңді мәнеріне келтіріп рөлге бөліп оқыңдар. Бестік баға туралы түс. Ұйықтап жатып түсімде айға ұшып барыппын. Алыстағы жұлдыздың ұстап бірін алыппын. Жақын келіп жаз дидар, күнге қарап сөйледім. Ей, асыл күн қарашы, нұрдан менің көйлегім. Күн сөйледі сол кезде. Көйлек саған не керек? Қызым болшы сен менің. Әкетейін жетелеп, беріңіз онда дедім мен. Бестік деген бағаны күннен күнге сабағым қиын болып барады. Мә, ал деген шоқ күннің үнін естілді көңілді. Көбелекте көп бестік көктен сонда төгілді. Қол жеткізген арманға біріне ұқсап батырдың. Бестіктердің құшақтап, құлдилап келе жатырмын. Көк аспанда қалықтап, қызыққа әбден батыппын. Бір кезде оянсам, үйде ұйықтап жатыппын. Аша салып көзімді, бестіктерді іздедім. Қымбат баға маңымнан өшіріпті іздерін. Қап әттеген-ай. Бұл өлеңнің авторы Гүлнәр Өмірзақова екен. Өлеңдегі оқиғаны үш жақта ол әңгімелеп айт. Яғни үшінші жақта айтады екенбіз. Ол түсінде бес алып жатқанын, яғни күнмен барып сөйлесіп, ол оған бестік бағаларды шашқанын, аспаннан жаңбыр жаудыратқанын көреді. Сөйтіп ол бестіктерді құшақтап, бестік бағаларын алып қуанған екен. Қыз бала неліктен осындай түс көрді? Себебі ол бестік бағаны алғысы келді, бестік баға алуды армандады. Сол себепті осындай түс көрді. Келесі тапсырма, кейіпкердің көңіл күйіндегі өзгерісті мәтіннен тауып оқы. Ренжіді, қуанды, өкінді. Ол қуанды. Мұғалімнің көмегімен лайық сөзі тауып айт. Оның несі су сепкендей басылды? Оның көңілі су сепкендей басылды. Салыстыр. Сурет бойынша құраған әңгімелеріңді мәтінмен салыстыр. Бұл жердегі мәтін мен өзіміз құрастырған әңгіме де бір. Яғни екеуі бір-біріне ұқсас болып келеді. Екеуі де бестік баға туралы, аспаннан түскен бестік бағалар жайлы. Әңгімеле. Өзің қиял ғажайып түс көрдің бе? Айтып бер. Қорытындыла. 9-шы тапсырма. Абай атаның өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деген сөзін негізге алып, кейіпкерге не айтар едің? Төмендегі сөздер қандай сезімді білдіреді? Мағынасына қарай сәйкестендіріп жаз. Қап әттеген-ай, өкініш, шіркін-ай. Ол бізде қуаныш. Туй, реніш. Бәрекелді. Ол бізде қуаныш. Па шіркін. Ол да бізге қуанышқа жатады екен. Ал балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер де сендерге бүгінгі сабақ ұнаған болса, арнаға тіркеліп, видеоға
лайк басып және комментарийге өз пікірлеріңді қалдыра кетіңдер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.